Өткір иісті ақ қаныққан бір негізді карбон қышқылы натрий тұзымен әрекеттескенде үш өнім Б затын, су және С газын түзеді. С газы жануды қолдамайды дейді. Б затын концентрлік күкірт қышқылымен әрекеттестіріп, бастапқы А затын алуға болады. А заты тамақ өнеркәсібі мен тұрмыста кең қолданады. Міне бізде тамақ өнеркәсібінде тұрмыста қолданатын және ол карбон қышқылы екендігін айтқан болса, ойымызға бірден сірке қышқылы еске түсу керек. CH3 SOOH. Осы сірке қышқылын біз 3-5% ерітіндісін асқаналық сірке суы, яғни уксус ретінде немесе жоғары пайыздарын техникалық сірке эссенциясы ретінде қолданамыз. Ал енді осы айтылған заттар тауып көрейік. Карбон қышқылын, сірке қышқылын натрий тұзымен әрекеттестір дейді. Нәтижесінде Б заты, су және С газы түседі. Газ түзілетін болса, ол SO2 газы туралы айтылады. Ал SO2 газы түзілетін болса, оған карбонат қосылады. Міне, сірке қышқылына натрий карбонатын қостық. Натрий келеді, сутектің орнын басады. Нәтижесінде CH3CO натрий болады. Ал сутек натрийдің орнына барып H2SO3 газын түзеді. Бірақ бұл газ бізде тұрақсыз болғандықтан ол H2O мен SO2 газдарына айырылып кетеді екен. Міне сонда Б заты натрий ацетаты, су шықты және С газы SO2. С газы SO2 екен тағы да дәлелдеуге болады, ол жануды қолдамайды дейді, өйткені SO2 ол жану нәтижесінде өзі түзілетін зат болғандықтан. Б затын концентрлік күкірт қышқылымен әрекеттестіріп, бастапқы А затын алуға болады. Міне, Б заты натрий ацетатына күкірт қышқылын қоссақ, сутек келеді, натрийдің орнына, натрий келеді, сутектің орнына алмасады. Нәтижесінде қайтадан бастапқы сірке қышқылын алдық. Шарт сәйкес келіп орындалып тұр. Ал енді осылардың тапсырмалары. А заты әрекеттеспейді дейді. Этил спирті, мыс түйіршігі, натрий карбонаты, натрий гидроксиді. Міне реакцияға қарап көрсеңіздер болады. Карбон қышқылдары спирттермен реакцияға түседі, яғни этилификация реакциясы орын алады, нәтижесінде күрделі эфирлер түзіледі. Бұл реакция жүреді екен. Келесі, мыспен реакцияға түспейді. Белсенділігі төмен металдармен карбон қышқылдары әрекеттеспейді. Сондықтан дұрыс жауабын бірден осы деп тапсақ болады. Ал натрий карбонатын жаңа жоғарыда көрсеттік. Сілтілер мен карбон қышқылдары бейтараптану реакциясына түсе алады. Натрий сутектің орнына, сутек натрийдің орнына әрекеттесіп, сірке қышқылының тұздары түзіліп отырады. Сонда дұрысы мыс түйіршігі. А затын біз сірке қышқыл екендігін таптық. Енді келесі 28. Қышқылдардың күші арту бойынша орналасқан қатар. Осыған байланысты кітапта мынандай бір теория айтылады. Егер карбон қышқылдардың құрамында көміртек сандары көбейіп отырса, онда олардың қышқылдықтары әлсірейді. Ал егер карбон қышқылдарының құрамына галогендер қосылып отырса, яғни галогендер қаншалықты көп қосылған сайын, олардың қышқылдық күші артады. Сондықтан бұл жерде А варианты болмайды. Мына жерде қышқылдық көміртек сандары артқан сайын олардың кемейді деп жатыр қышқылдығы. Бұл кемейді. Келесі 1 галоген, 3 галоген, галоген жоқ, 2 галоген, яғни реттілік дұрыс емес. Мына жерде 3, 2, 1 галоген қалмады, демек бұлардың қышқылдығы наоборот керісінше кеміп жатыр деген сөз. Ал Д нұсқасында міне сірке қышқылы хлор, хлор 2, хлор 3, галогендер көбейіп жатқандықтан бұлардың қышқылдық қасиеті артады екен. 29. 38 грамм Б затымен әрекеттесетін концентрлік күкірт қышқылының массасы. Бұл жай ғана пропорция есебі әрине. Міне сірке ацетатына, натрий ацетатына күкірт қышқылын қосамыз, шарттарын қойып, кәдімгі пропорция теңдеуін жасай саламыз. Теңестіруді ұмытып кетпесеңіздер болды. 30-шы есеп. Массасы 80 грамм ақ қышқылының ерітіндісіне натрий тұзының артық мөлшерін қосты. Міне реакция теңдеуі тұр. Натрий карбонатымен. Нәтижесінде 4-48 литр С газы түзілсе, бастапқы ерітіндідегі А затының массалық үлесін есептеңдер дейді. Мына 80 грамм ол жалпы ерітінді болып тұр. Оның ішінде ғана бізде сірке қышқылы бар. Демек ол бастапқы деп аламыз. Ал есепті біз керісінше шығарып бастаймыз. 4-48 литр С газы арқылы, SO2 газы арқылы біз пропорциямен бастапқы сірке қышқылының массасын табамыз. Ол пропорциямен 24 граммға тең болды. Енді шартында айтылған
стакан 80 грамм болса, 24-ті соның ішіне жазасыздар да, осыны қанша пайыз екен, яғни массалық үлесін есептейтін болса, ол 30 пайызға сәйкес келеді екен. Сөйтіп, А нұсқасын белгілеп қоямыз. Міне осындай сірке қышқылына, карбон қышқылдарына байланысты контекст.